Қазақтың ақыны, драматург, прозик, фельтоншы, сатирик, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы, қазақ поэзиясының құлагері Ильяс Жансүгіров. Ақынның құлагер, күй, күйші, дала поэмалары ойға қанат, сезімге нәр беретін, ешқашан ескірмейтін туындылар. Осындай шығармалардың бірі 1934 жылы жазылған романтикалық сарында шалқыған шабытпен, поэзиялық құдіретті қуатпен жазылған қазақ әдебиетінде теңдесі жоқ үздік туындысы күйші поэмасы. Поэмаға өзек болған негізгі идея қазақ халқының 90 тарау, яғни 1000 сан күйінің терең өмірлік сырын, көп қырлы эстетикалық қасиетін ашып көрсету. Хан кене арқадан ауып Алатау жеріне қоныс аударады. Абылайдың арыстан жүректі немересін арда тұтып сыйлаған халық той жасап, ерулік беріп, тарту таралғы жасайды. Сол той таралғыға Сарүйсіннен шыққан бір салт атты сабау қамшылы жігіт жалғыз шешесімен келеді. Өз есімі ұмтылған соң оны жұрт күйші деп атап кеткен екен. Күйші хан ордасында күй тартып отырып елді таң қалдырады. Оның татқан күйіне елтігіп әуестенбеген жан болмайды. Айналасында отырған дүйім халық бірде қуанады, бірде зарлы күйдің әсерімен мұңаяды. Бір кезде хан кененің немере қарындасы Қарашаш кенеттен сол күйшіні басы бүтін сыйға тартуын сұрайды. Хан кене ханшаның тілегін қабыл алып, күйші осылайша ханшамен еріп кете барады. Осылай еркінен айырылған күйші қапаланып, жалғыз қалған шешесін ойлап қайғырады. Оның барысы Қарашаштың бұйыруымен күй тарту болатын. Уақыт өте келе күйшінің бұл ісі үйреншікті болып, өзінің Қарашашқа қалай ғашық болып қалғанын білмей қалады. Жатса да тұрса да тек ойлағаны Қарашаш сұлу болады. Осылайша ханшаға ғашық жаңа күйлер дүниеге келеді. Керемет күйлердің әуенін Қарашашқа осы кедейге тұрмысқа шықсам ба екен деген ой салады. Олардың ғашықтық сезімдері күн сайын арта түседі. Тіпті күйші де алып қашып кетсем бе деп ойлайды. Бір күні Дулат елінің датқасы Әлімқұл хан кененің ауылына қонаққа шақырылады. Ауыл ақсақалдары ерулікке шақырып сән салтанатпен қонақ етеді. Ән салып күй шертіп қонақ етеді. Қарашаш сұлу да көңілденіп қайтады. Отауына келген соң Әлімқұлдың егетотай ұлы Сапақ Қарашашты ұнатып қалады. Күндердің бір күнінде Сапақ Қарашаштың отауына ұрланып кіреді. Оны біліп қойған ханша үлкен дау шығарады. Ұйықтап жатқан жеріне сұраусыз кіргені үшін Абылай ұрпағын басынды деп ашуға булыққан Қарашаш Әлімқұлға жалғыз ұлы Сапақты ұстап бермесе, ерін шабатынын айтып төліктіреді. Әлімқұл ел үшін дегеніне көнеді. Ұлының ел алдында абыройының төгілуіне куәсі болады. Қарашаштың мұндай қатыгездік іс істегенін көрген күйшінің ханшаға деген сезім оты бірден сөнеді. Көңілі суыған күйші тек енді мұңды күйлер тарта бастайды. Ғашықтық күйлер әп сәтте жоқ болады. Күйдің мағынасын бірден ұғатын ханша күйшіге бостандық беріп, еркіне жібереді. Оқиға осылай аяқталады. Бұл поэмада еркіндік пен бостандық, махаббат пен зұлымдық, өлең мен өмір, фәни тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы тартыстар суреттеледі. Қазақтың Абайдан кейінгі замандағы аса дарынды да арынды ақыны Ильяс Жансүгіров. Шалқар шабыт, керемет құштарлықпен көсіле жырлаған жыр дүлдүлі. Осы әсем әлемнің әдебін айшықтап, кеңістігін кеңейте түсуге қазақ поэзиясының құлагері Ильяс Жансүгіровтың қосқан үлесі салмақты. Жыр дүлдүлінің шығармаларын оқып, өмірлеріңізге рухани азық етіңіздер дегім келеді.